Егер менің арнама жазылмаған болсаңыз, жазылып алыңыз және де видеоны соңына дейін көріңіз. Химиялық реакция теңдеуі бойынша бастапқы заттардың біреуінде қоспасы бар деп аталады. Есептің тақырыбы. Осы есепті үйреніп алсаңыз, өте көптеген осындай тест сұрақтарында жиі кездесіп отырады. Осы бір есепті екі түрлі әдіспен көрсеткім келіп отыр. Тек қана формулалар түрінде және де қарапайым заманауи әдіс түрінде көрсеткім келіп отыр. Егер менің видеомды каналдағы бір видеоны қарайтын болсаңыз, заманауи әдіс деген видеода тек қана сол әдіспен шығаратын әдісім бар. Заманауи деудің себебі өте қысқа, нұсқа, түсінікті жол, ал қазір формулалармен шығаратын болсақ, өте ұзын формула болады және оны жаттауда қиын екен белгілі. Алайда оны түсініп алсаңыз, ол да өте оңай болып